Кеңістіктегі тік бұрышты денелер: текше және тік бұрышты параллелепипед. Тік бұрышты параллелепипед бәрімізге белгілі фигура. Өйткені бізді қоршаған заттардың көбі осындай пішінде кездеседі. Тік төрт бұрышты параллелепипедтің пішініне ұқсайтын үш затты атайық. Дұрыс. Бұл кітап, қорап, тоңазытқыш. Біз көріп отырған заттар тік төрт бұрышты параллелепипедке мысал бола алады. Тік бұрышты параллелепипед дегеніміз не? Тік төрт бұрышты параллелепипед дегеніміз барлық қырлары тік төрт бұрыш. Кез келген тік бұрышты параллелепипедтің 8 төбесі болады. Параллелепипедті латын әріптерінің бас әріптерімен белгілейді. А, Б, С, Д, Е, Ф, К, Л. Төбелері параллелепипедтің төбелерімен сәйкес келетін 6 тік төрт бұрышты параллелепипедтің жақтары деп атайды. Алдыңғы жағы және артқы жағы, жоғарғы жағы және төменгі жағы, сол жағы және оң жағы. Оларға тура емес бұрыштан қарағанда суретте олар тік төрт бұрыш сияқты көрінбейді. Тағы оның кесінділері болады. А, Б, Б, Ф, Е, Л, тағы басқалары тік бұрышты параллелепипедтің қабырғалары болып саналады. Әрбір параллелепипедтің 12 қабырғасы бар. Есіңде сақта, тік бұрышты параллелепипедтің 8 төбесі, 6 жағы және 12 қабырғасы болады. Сонымен қатар, тік төрт бұрышты параллелепипедте бір төбеден тарайтын 3 қабырға бар. Олар ұзындығы, ені және биіктігін білдіреді. А. Ұзындық, Б. Ені, С. Биіктік. Қырық бірінші беттегі үшінші есеп. Бөлменің ұзындығы, яғни ұзындығы А, ені В. Ұзындығы 8 метр, ал бөлменің ені 5 метр. Биіктігі 3 метр. Бөлме қабырғасы бетінің ауданын табу керек. Еденнің ауданын табу үшін ұзындығы мен енін көбейтеміз. 8 метрді 5 метрге көбейтеміз. 40 метр. Ал қабырғаларының ауданын табу үшін 5 метр енін биіктігіне көбейтеміз 3 метрге. Тең 15 метр. Олай болса, қабырғаларының ауданы 15 метр. Ал еденнің ауданы 40 метр. Бөлменің терезесінің ұзындығы А тең 2 метр. Терезенің ені В 2 метр. Енді ауданын табу керек. А мен Б-ны, яғни ұзындығы мен енін көбейтеміз. Терезенің ауданын табу үшін. 2 метр ұзындығы көбейту ені 2 метр. Тең 4 метр ауданы. Терезе ауданы. Берілген суреттегі есіктің ұзындығы 2 метр. Есіктің ені В 1 метр. Олай болса, А мен В-ны ұзындығы мен енін көбейтеміз. Есіктің ауданын табу үшін. Есіктің ұзындығы 2 метр, В есік ені 1 метр. Екеуін көбейтеміз. 2-ні 1 метр екеуін көбейткенде 2 метр.